Бәріңе сәлем достар, кино шоу арнасына қош келдіңіз. Бүгінгі кинода біз 2008 жылы шыққан «Сказки на ночь» фильміне шолу жасаймыз. Тихо! Правитель новой планеты будет определен старинным способом. Да решит все бой в невесомости. Кино басылмай тұрып, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Киноның басында Марти Бронсон есімді адамның қонақ үйі болады. Оған оның екі баласы көмектеседі. Қызының аты Венди, ауылының аты Скитер. Скитер әкесі сияқты қонақ үйді жақсы көріп, оны дамытуға көптеген ойлармен бөліседі. Бір күні әкелерінің бизнесі нашарлай бастап, банкроттыққа ұшырайын деп жатқанда, оған оның досы: "Егер сен бұл қонақ үйді маған сатпасаң, сен банкрот боласың" дейді. Досы Мартиге: "Егер сенің балаларың ақылды болып өссе, бастықтары етем" деп Мартинен қонақ үйін сатып алады. Содан 25 жыл өткенде кіші қонақ үйлері үлкен Санни Виста Ноттинген қонақ үйіне айналып шығады. Ол қонақ үйде бой жеткен Скитер жұмыс жасап жүреді. Бірақ ол қонақ үйдің бастығы емес, тек сол қонақ үйдің бұзылған заттарын жөндеп, ауыстырып жүретін адам болады. Қонақ үйде үлкен отырыс кезінде ортаға әкесінің досы шығып, қонақ үйдің бастығы мистер Ноттинген сөйлейді. Оның айтуы бойынша бұл ең үздік қонақ үйлерінің бірі. Бірақ ол бәріне бұл қонақ үйді жауып орнына одан күшті заманға сай қонақ үйдің проектісін көрсетеді. Және ол осы жаңа қонақ үйдің генеральный менеджерін тағайындайды. Ол Скитерді емес, Кендл есімді өзінің қызының жігітін таңдайды. Скитердің тәтесі Венди 4 жыл бұрын күйеуімен ажырасып, 2 баламен қалады. Ұлының аты Патрик, қызының аты Бобби. Боббиның туған күні болып жатады. Венди Скитерға мектепті жауып жатқанын және болашақта жұмыссыз қалатынын айтып отырады. Венди өзінің басқа жұмыс іздеп бір аптаға кететінін айтады. Венди Скитерға өзінің 2 баласын қарауды сұрайды және оған оның құрбысы Джилл көмектесетінін айтады. Келесі күні Джилл өзінің жұмысқа кетіп бара жатқанын айтып, балаларды қарауына оның кезегі келгенін звондап айтады. Кешке ұйықтар алдында балалар Скитерді ертегі айтып беруін сұрайды. Скитер ертегіні өзінің өміріне ұқсас айтып береді. Ертегі үлкен хандықта сер Чини Латай жұмыскер болатын. Ол қайтыс болған патшаның тұқымы екенін айтады. Чини Латайдың қарсыласы болады. Оның аты сер Зада Цулой болады. Патрик ертегіге тағы Фейяны қосады. Сосын ол Фейяны сабақ беретін русалкаға ауыстырып, сонымен тоқтайды. Бір күні патша Ноттинген өзінің хандығымен кім басқаратынын айтады. Ол сэр Зада Цулой болып шығады. Ал патшаның ұрпағы сэр Чини Латай туралы бәрі ұмытып кетеді. Ертегінің соңында Скитер Чини Латай крокодилге жем болып кеткенін айтып, ертегіні аяқтайды. Бірақ балалар келіспей, патша Чини Латайға мүмкіндік беретінін айтады. Олар патша Чини Латайға мүмкіндік бергенін ойлап жатады. Сосын балалар қосылып, аспаннан жаңбырлы сағыз жауатынын айтты. Сонымен ертегілері аяқталды. Ертесінде жұмыстан бір қыз Скитерге звондап, Ноттинген бастығының телевизоры сынып қалғанын айтады. Скитер қараңғы бөлмеде телевизор жөндеуге кіріседі. Сол кезде Ноттинген Скитерді шақырып, Кендалдың идеясын жаман деп, Скитерға сенің әкеңе басқарушы қылып етемін деп сөз бергенмін. Ноттинген сенбі туған күнімде кімнің қонақ үй жайлы идеясы жақсы болады, сол женеді және қонақ үйдің бастығы болады деп айтады. Скитер үйіне қуанышпен кетіп бара жатып, жолда бір көлікпен жарысамын деп көлігін сөндіріп алады. Машинада отқан жерінде үстінен жаңбырлы сағыздар жауа бастайды. Ал сағыздар болса аударылып жатқан үлкен фурадан төгіліп жатады. Кешке жақын Джилл балаларды Скитерға апарып тастап кетеді. Скитер балалардан бүгін бір ғажайыптар болды ма деп сұрайды да қалтасынан сағыздарды шығарып көрсетеді. Скитер балаларға бүгін Индияға ковбой туралы ертегін айтатын боламыз деп айтады. В номерах жил-был фермер по имени Еремея Скит. Бір күні Еремейға біреу қызыл түсті жүйрік Феррари жылқыны шығарып жай ғана бере салады. Ты смотри! Бірақ балалар Еремей жылқыны жайдан-жай алғанын қолдамады да Скитерға Еремей бір қызды бұзақылардан қорғасын деп ертегіні жалғастыр дейді. Скитер ертегіні жалғастырып, Еремей қызыл жылқысымен кетіп бара жатқанда бір үйір бұзақылардан әдемі қызды құтқарып алады. Еремей әлгі әдемі қыз оған сізге қалай рахметін айтсам болады дейді де, Еремей оған маған $1 миллион керек деп Скитер ертегіні аяқтайды. Бірақ балалар келіспейді. Еремей ақша алмайды. Балалар әлгі ару қыз Еремейге ақша емес, оған бір сүюді ұсынады. Сол кезде Патрик оны сүйсер алдында ергежейлі карлик аяғынан тебеді деп айтып ертегіні аяқтайды. Скитер далаға шығып, жақын маңдағы көлік сататын жерге барып, терезеден қызыл Феррарины қарап, маған оны кім береді деп ойланып тұрғанда қасында бір адам тұрады. Скитер сол адам ертегідегі қызыл атты жай ғана бере салған адамға ұқсатып сеніп қалады. Ол болса Скитердің көзін жұмғызып, ақшасын алып қашып кетеді. Скитер көңілсіз кетіп бара жатқанда, алдынан бастығының қызы көптеген журналистер суретке түсіріп мазалап жатқанын көріп, оны құтқарып алады. Қыз оны сізге қалай рахмет айтсам болады деп сүйейін деп жатқан кезде, әлгі ертегідегі карлик аяғынан теуіп қашып
қашып кетеді. Қыз жарайды мен үйге қайтайын деп машинасына кетіп бара жатқанда машинасы тура ертегідегі қызыл Феррари болады. Скитер осы менің Феррарим деп келе жатады. Қыз оған жоқ бұл менікі және сен қуып кеттің деп айдап кетеді. Ертесі Скитер көңілсіз отырғанда Джилл балаларды алып кету үшін келеді. Сол кез балалар Джилға Скитерді кіші карлик аяқтан тепті дегенде айтады. Скитер ертегіде тек балалардың айтқаны ғана келетінін түсінді. То, что говорят дети. И под звук бубенцов вдруг все стало ясно. Скитер кешке балаларды қонақ үйдің шатырына Джилл мен бірге алып келіп тамақтанады. Джилл кеткен соң Скитер балаларға ертегі айтуды бастайды. Бұл ертегіде Скитер өзін Скитеркус Римдегі үлкен олимпиада ойындарында жеңілмейтін мықты адам кейпінде болып көрсетеді. Скитеркус өзінің мықтылығын патшаға көрсетіп, патша оған қызын береді. Ол қызы екеуі қыдырып жүргенде балалар сөзін бөліп, ол жерде мектеп кезінде Скитеркусты мазақ еткен топ қыздар болады деп айтады. Олар Скитеркусты қызғанып болмайтын өлең айтай бастайды. Скитеркус қызын жағалауға алып келеді. Патрик сол көлден толық жүн басқан, ес-түссіз жатқан ер адам болады деп айтады. Скитеркус адамды құтқарады. Сосын жаңбыр жауып кетеді де қыз екеуі жаңбыр жоқ жерге барып тұрады. Келесі күні Скитер әлгі бастықтың қызына звондап, оны жағалау жақта күтіп отқанын айтады. Қыз болса самолетта екенін айтады. Скитер бұл кездесу ертең орындалатын сияқты деп бұрылғанда әлгі Джилл оған келіп соғылады. Екеуі тамақтануға барғанда ертегідегі топ қыздар отырады. Олар Скитерді әдемі қызбен көріп өлең айта бастайды. Скитер мен Джилл екеуі жағалау жақта жүргенде толық адам көл жағасына жатады. Скитер оны ертегідегі сияқты құтқарып, екеуі жаңбырдың астынан тығылады. Кешке жақын Скитер жаңа ертегіні бастауға көшеді. Бұл ертегідегі ғарыштық әлемде ғарыштың патшасын өзінің орнына үміткерді таңдайды. Патрик егер Скитер ғарышта жүрсе, онда ол ғарыш тілінде сөйлеу керек дейді. Что? Эту пошлятину я не стану переводить. Патша Кендалл мен Скитер екеу шайқасы түсіп отқан адам менің орныма алады дейді. Екеуінің шайқасында Скитер жеңіп шығады. Патша оның өз орнына тағайындайды. Бірақ Патрик жоқ бұлай бітпейді, Скитерға біреу от лақтырып, ол жанып кетеді дейді. Скитер бастығының туған күніне бара жатқанда өртке қарсы барлық заттарды алады. Скитер балмұздақ жейін дегенде оның тілін ара шағып алады. Сахнада Кендалл мен Скитер екеуінің идеясын патшаға көрсетеді. Скитер ара шаққан тілінен сөйлей алмай, досы оған көмектесіп барлық сөздерін аударып отырады. Делю в отеле, в котором я живу. С племянником и племянницей. Скитер жеңіп шығады. Кендалл оған сені құттықтаймын, балалар оқитын мектептің орнына салынатын қонақ үймен құттықтаймын дейді. Скитердан салынатын жерден хабары жоқ болады. Скитер өрттен қашамын деп бастығының бетіне өртке қарсы затты шашып жібереді де бастығы оны жұмыстан шығарып жібереді. Скитер өртеніп кетуден не екенін түсінеді. Скитердан бәрі көңілі қалып, оны мектеп орнына қонақ үй салынатынын естіп, балалар да Джилл да көңілі қалады. Венди жұмыстан оралып, Скитерға күш беріп, сенің қолынан бәрі келеді деп сенім артады. Скитер мектепте құтқаруға бара жатқанда, ол өзінің ертегісін елестетіп барады. Скитер оларды құтқарып, бәрін тоқтатады. Осымен фильм аяқталды. Егер фильм ұнаса, лайк басып, коммент жазып кетіңіз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңырауды басып кетіңіз. Сіздермен болған кино шолу арнасы келесі кездескенше.